Барлықтарыңа сәлем, құрметті көрермендер. Әсем гүлдер каналына қош келдіңіздер. Жаңадан қосылған көрермендер болса, менің есімім Әсем. Мен Батыс Қазақстанда тұрамын. Бүгінгі кезектерде сіздерге енді қысқы уақыттың кезінде көрсететін еш нәрсе жоқ. Дегенмен де қазіргі талдардың жағдайы қалай жерлерін көрсетейін деп тұрмын. Бүгін өте қара суық қар болғанмен көріп тұрсаңыздар, мына жерде менде постоянно жаңа өте тұрақты көрермендер болса, бұл жерде біледі. Бұл жерде мен тек қана қызанақты өсірген боладымын. Енді бұйыртса көктемде бұл жер биыл 2022-де бұл жер деген демалды, ешқандай еш нәрсе егілген жоқ. Сол себептен ештеме қозғалған жоқ. Көріп тұрсаңыздар, мен шөп барлығы өсіп кеткен. Мына жерлерде вишня болды, яғни вишня талды барлығын кесіп тастадым күзде. Енді қимай кесіп тастадым, себебі бұл жер бірақ маған керек болып тұр. Өздеріне шыққаннан өте кедергі қатты жасап тұр. Сол себептен оларды алып тастадым. Және де бұл жерде төрт-бештелеп алып бұйыртса сіздерге көктемде бұйыртса не егетінімді көрсететін боламын. Әзірге тосынсый болып қала берсін. Ендігі мына жерлерде көріп тұрсаңыздар, енді алматалардың барлығын күздемен кескенмін. Астарын барлығын кесіп ақтаған жоқпын, бұйыртса көктемде әкейтін боламын. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, бұл енді алматал өте керемет шықты. Бүршіктерді міне осылай не істейді, жарайын деп тұрған сияқты болып тұр. Бірақ та енді көктем болса бұйыртса жарады деген ойдамын. Қолым тоңып бара жатыр, кәдімгідей қара суық екен. Кешеге дейін емес күн, демалыс күні болса да дала шығамыз ба деп едік. Мына жерлердегі тауықтың нелеріне қарамаңыздар. Кеше тауық сойған болатынбыз, соның жүндерін мысықтар тасып тастаған, қанша деген өртенбейтін. Мына жерлерде көріп тұрсаңыздар, көбінесе абрикос талдары болған. Бұл жерде абрикос талдарын артығын сатып, қалдырдым. Бұйыртса көктемде тапсырыс көктемде болады. Қазірден бастап брондап қоя берсеңіздер болады. Мына жерде білесіздер, виноград болған. Виноградты мен барынша көріп тұрсаңыздар, қармен жауып, шөппен жауып тастадым. Бұйыртса көреміз қалай қыстап шыққандығын. Бірақ енді биыл мықты қатты аяз жоқ. Қанша дегенмен тек қараз болғасын, қанша дегенмен үсіп кету қаупі бар. Сол себептен негізі қар өте көп болғаны жақсы. Ал мына жерде енді мелиса деп аталады. Білесіздер, мелиса лимонның, яғни шайға арналған, өте лимонның дәмі шығып тұрады. Бұл жылы еккен болатын, мен онымен біздің ауа райына шыдамай үсіп қалған болатын. Енді биыл тағы егіп көрдім. Бұйыртса көреміз, қыстап шыға ма, шықпай ма. Так, жылыжайға да келдік. Жылыжайды көріп тұрсаңыздар, енді шөп салатын болып кетті. Оны да күзге таман есімізге түсіп, осылай салуымызға тура келіп тұр. Ішіне енді әтейін қанша төкті сыйып кетеді, шөптің 60-70 сыйып кетеді. Себебіміздің жердің астында болғасын жылыжайымыз. Міне көріп тұрсаңыздар, қаншама кетіп жатыр. Енді бұл жерде келіп тұрғаным, жайлап ыдыстарымды алайын деп тұрмын, яғни керек ыдыстарымды. Міне көріп тұрсаңыздар, ыдыстарым бәрі осы жақта. Мына жерде барлығы да соны енді жуатын алып, керегін алып, жайлап тасып жатырмын, яғни егіп бастап жатырмын. Онда бұйыртса сіздерге көрсететін боламын, яғни не затты егіп бастайын деп жатқанымды. Міне мына жерде көріп тұрсаңыздар, бұның ішінде барлығы да ыдыстар. Мен қолданып жүрген, егіп жүрген, енді жайлап тасып бастаймын. Қазіргі таңда енді осыны алып кетейін деп тұрмын. Мыналарды қалдырып, мынаны қалдырамын, қалғанын алып кетемін. Маған көбінесе осындай шағын ыдыстар ғана қажет. Осы қажет емес. Шағын ғана ыдыстар керек, себебі мен осыларға көбінесе егетін боламын. Осыларды мен былтыр арнайы сатып алған болатынмын. Осы егу үшін, себебі қанша дегенмен торт алып жүрген өзінде де тез сынып қалады. Арнайы сатып алсаңыздар өте қатты, сол үйді көріп тұрсаңыздар. Міне алып бара жатырмын. Үйден әбден жуып, тазартып егетін қолданатын боламын. Міне ішке келдім. Енді кезекте егіп бастап жатырмын. Білесіздер, міне перекис водороды арқылы еккен бөлім, яғни осик. Қазіргі таңда міне барлығы өсіп дамып жатыр. Енді кезекте бұны бөлек отырғызу керек болып тұр, себебі бір-біріне уже кедергі жасап жатыр. Және де ең бір сценарийім екен. Көрсеңіздер, міне ақнесі жайлап шығып жатыр цветтері. Бірақ та өте жай өседі. Және бұл да сондай сценарий. Көрсеңіздер, өте жай өседі. Сол себептен бұны ерте ектім. Енді бүгінгі кезекте тағы жай өсетін тағы гүлдердің біреуі лаванда. Мен лаванданы үшінші тегейін деп тұрмын. Біріншісіне шыққанда арам шөпте ойлап жұлып қалдық. Екінші рет шықты. Қазір енді қалай қыстап шығады, соны білмей тұрмын. Себебі бірінші теккеннен кейін қыстап шыға ма, шықпай ма, ол да белгісіз болып тұр. Сол себептен оны ойлап отырмай, алдын ала тағы да еге берейін деп тұрмын. Менде бар қалған тұқымның бары осы. Негізі мынандай пакетте тұқымдар деген негізі қазіргі таңда жоқ болып кетті. Негізі болып еді. Өте керемет, әрі сол суретінде қандай сондай шығады. Бірақ та қазіргі таңда бұл тұқымдар сатылымда жоқ екен, не екен білмеймін. Өте керемет, 150 тұқым, 300 тұқым деген сияқты өте керемет, және арзан бағада еді. Қазіргі таңда бұл тұқымдар өте жоғалып кетті. Сол себептен менде сатылғандары осы барын егетін боламын. Көбінесе мен көріп тұрсаңыздар, лавандадан керемет жаңағыдай шетелдегі сияқты қылып істегім келеді болашақта. Бұйыртса енді оған шейін көреміз. Но қазіргі таңда солай істеймін, яғни лавандадан тек қана иісін иіскеп әдемі гүл жүретін емес, яғни ол жаңағыдай шайға да қолдануға болады, көпшікті істеуге, әртүрлі нәрсе жасауға болады. Сол себептен бұны енді көбейту алда ойда бар. Және екіншісі, енді бұны мен қайта өсіруге мүмкіндік істеп жүрмін, бірақ та өспей тұр, не екенін білмеймін. Дәл сол тұқым, дәл сол сорт, бірақ та компания болса да лаванда шығып тұр. Лавандада негізі өте
қиын шығатын гүлдердің бірі, қанша сертификациядан өткізу керек деген сияқты, бірақ менде ондай ешқандай қиындық жоқ. Осы дельфиниум менде өте мықты қиындау болып тұр. Қанша жерден өсіруге тырыссам да, өсіңкіремей тұр. Тұқымын көрсетейін. Міне тұқымы осындай. Шыға ма шықпай ма білмеймін. Негізі бұның өте көп болған, мен қанша жерден өсіруге тырыссам да шықпай қалды. Сол себептен бар қалғаны осы. Енді бар қалғанын тағы да мүмкіндікпен өсіріп көрейін деп тұрмын. Бұл жерде енді мен берекеспен және де ыстық суға өсірейін деп тұрмын. Қалай болады екен? Себебі дельфиниумда, лавандумда осы уақытқа дейін жаңағыдай холодильникте тұрды. Енді кезекте бұларға бір ыссы күн, жаңа көктем сияқты жылы ауа керек болып тұр. Сол себепті содан бастап енді шығып сондай мүмкіндік жасап көретін боламын. Дельфиниумда әртүрлі суға, новозеландский деген сияқты, менікі мына аяқсы деген, яғни орташа бойлы, ондай өте 2 метрге дейін бармайды. Әрі кетсе, қазір айтайын сіздерге қанша екен, әрі кетсе 67 сантиметр деп болады, одан артық бармайды. Көріп тұрсаңыздар, міне 30 сантиметр ара қашық саласыз, себебі 30 сантиметр өзі көп. Сол себептен енді білмеймін, 30 сантиметр емес, менікі 5 сантиметрге жетпей жатыр. Себебі өскеніне байланысты қанша тұқымдары деген өспейтін болғандықтан 30 сантиметр арасын түсуді өзім құп көрмеймін. Және де бұл дельфиниум бір түсті емес, яғни әртүрлі түсті. Көріп тұрсаңыздар, міне карликовый смесь деп аталады, яғни ағы бар, көгі бар, және де роза фиолетовый бар. Суретінде қалай көрініп тұр солай. Негізі бұл шықса дәл соны қайталайды, бірақ та соны өсіре алмай жатырмын. Өте қиын гүлдердің бірі. Мысалы, қанша жерден қымбат пачка тұқымды алсаңыздар, мысалы соның екеуі ғана шығады. Сол себептен менікі оңғасында ештеңе емес деп ойлаймын. Сол себептен қайта мүмкіндікті көремін. Енді маған ол үшін не қажет? Әрине ыдыс болғанда мен көріп тұрсаңыздар мындай қазір ойлаймын, кез келген дүкенде де сататын шығар. Менде мынау енді кішкене көп үлкендеу болып тұр. Қолымда қарамаңыздар, жаңағыда шөп мал жайлап келіп едім. Сол себептен қолым кішкене ластау болып тұр. Топырақтарын және де мына одноразовый ыдыс, мендегі медтан қалған ыдыс. Біз медті өте көп қолданамыз. Соны міне жуып алып қойып, яғни осындайларға, егер мен біреу білімнен өсіп тұр, міне және де екіншісін жаңағы дельфиниумды өсірейін деп тұрмын. Лавандаға бөлек ыдыс аламын. Дәл осындай тағы болса, осындайға егетін боламын. Бұл не үшін керек? Яғни жаңағыдай топырақты салып отыруға жақсы да. Мен мысалы мына осекте мына жерде топырақ болды. Жайлап үлкейтіп, міне қайтадан осындай әшейін салдым. Бірақ та бұланда отырғызуым керек бөлек. Сол себептен әрине ол үшін біз енді кез келген тұқымда топырақ жарамайды. Сол себептен мен міндетті түрде жаңағыдай дүкеннің топырағын салатын боламын. Мықты емес, яғни орташа көлемді қылып салып, әрқайсыға сіздерге көрсететін боламын. Міне қараңыздар, топырақ салдым, яғни жартысына шейін салған жоқпын. Ендігі кезекте тез суды құйып, көріп тұрсаңыздар, суды құйып, бірден тұқымымызды шашып жібереміз. Болды, тек міндетті түрде сразу жауып тастаймыз. Болды. Яғни бізде көктемнің, көрдіңіздер боланды, яғни көктемнің қалай уақытын білдіртіп жатырмыз. Енді шыққанын күтеміз. Міне көрдіңіздер ғой, буланып жатыр. Болды, енді осы ашпаймыз. Әбден жауып қойып, қараңғы жерге қоямыз. Яғни көктемнің белгісі сияқты, сонда бұл көктемде ойлап шығады. Сол каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.